Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде тақырыбымыз бедеулік. Бедеуліктің себептері қандай, оны тексеру, диагностикалау жолдары қандай және емдеу жолдары қандай. Міне осы жөнінде айтатын боламыз. Жалпы бедеулік дегеніміз бізде егер де мынау семья дейміз, пара дейміз, егер де солар бір жыл бойы ешқандай сақтанусыз жыныстық қатынаста түскен болса, бір жыл бойы екеуі бірге өмір сүретін болса, ешқандай қорғанусыз, осы кезде жүктілік болмаса, біз бедеулік деп айтамыз. Бедеуліктің бізде екі түрі бар. Первичный дейміз, вторичный дейміз. Первичный және мен айтып отқан бір жылдың көлемінде ешқандай сақтанусыз болған өзі жүктілік болмаса, ол первичный, біріншілік. Ал екіншілік дегеніміз бір баласы бар, бірақ бір баладан кейін 5 жылдың көлемінде ешқандай бала болмаса, көтере алмаса, ол екіншілік, вторичный бесплодие дейміз. Енді не себептен сізде бедеулік болуы мүмкін? Біріншіден сізде овуляция дұрыс болмаса. Значит, біздің аналық без жасушасы ешқандай овуляция жарылып шығып, босап шықпаса, дұрыс овуляция болмаса. Екіншіден, ол сперматозоидпенен аталық ұрықпен кездеспесе. Значит, ол жерде сперматозоидтың качествосы дейміз, оның түр сипаты, оның белсенділігі төмен болатын болса. Үшіншіден, екеуі дұрыс кездеспесе. Олар қай кезде кездесуі мүмкін? Ол жерде труба дейміз, жатырдың түтікшелері, сол түтікшелер бітеу болатын болса. Міне осы үш фактор бойынша сіз тексеруден өтуіңіз керек, міндетті түрде. Енді овуляция қай жағдайда болмайды? Овуляция бізде овуляцияны реттеп отыратын, жалпы біздің менструалды циклымызды реттеп отыратын главный біздің бөліктеріміз бар. Ол бөліктерге не жатуы мүмкін? Кора дейміз, кора головного мозга қабаты, мынау бас миының қабаты, сонымен қатар гипоталамус, сонымен қатар гипофиз, сонымен қатар бізде төменгі бөліктерде аналық без, сонымен қатар жатыр. Міне осылардың қайсы бірінде қызметі нашарласа, сізде овуляция болмауы мүмкін, дұрыс емес болуы мүмкін. Енді толықтырып айтып кеткенде, мына гипоталамус, гипофизарлық бөлік, мына бас миында кішкентай ғана бөлік, мына біздің бүкіл ағзамыздың, мына қалқанша безіміздің, сүт безіміздің, жыныс ағзаларымыздың қызметін, ол жердегі гормондардың синтезделуін, гормондардың өндірілуін басқарып отырады. Міне осы бөліктер қандай да бір майда ісіктер болатын болса, қан тамырлары, қан айналымы дұрыс емес болатын болса, ол да сіздің овуляцияңызға кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар бізде гормональды фон, міне сонымен қатар мынау бізде қалқанша безінің қызметі нашар болатын болса, сүт безінің қызметі нашар, соның ішіндегі пролактин жоғарылап кететін болса, ТТГ жоғарылап кететін болса, міне осының барлығы сіздің овуляцияңыздың дұрыс болмауына алып келеді. Ал бұлардың қызметі қай кезде нашарлайды? Егер де сізде иммунитетіңіз нашар болатын болса, иммунитет нашар болатын болса, тағы да қан айналым бұзылысы болатын болса, лимфозастой дейміз. Біз сіздерге қанша қымбат препараттар бергенмен, қымбат витаминдер бергенмен, егер де сізде ағзаңызда лимфозастойдың, лимфа жүйелерінің қызметі нашар болатын болса, ол беріліп атқан препараттар, беріліп атқан витаминдер сіздерге толыққанды 100%, 90% әсер етпейді. Сол себепті біріншіден сіздердің істейтін жағдайыңыз, ол овуляцияны реттеу үшін поликистоз дейміз, мультифолликулярный яичники дейміз. Мына овуляция дұрыс болмайтын жағдай, фолликулдар бірнеше, немесе фолликулдар дұрыс пісіп жетілмейді, дұрыс жарылмайды. Міне осының барлығы біз поликистоз дейміз. Бұны біз бірінші емдеу үшін сіз витаминдерді қабылдауыңыз керек. Контрастный душ дейміз, қан айналымды жақсарту керек. Екіншіден бізде тағы да айтады кететін жағдай, бұл сперматозоидтардың качествосы. Егер де сперматозоид қаншалықты сіз қанша овуляцияңызды реттеу жатқанмен, етеккір циклы ретті болғанмен де сперманың качествосы, сперманың активності, белсенділігі төмен болатын болса, ол кезде де екеуі кездесе алмайды, ол жерде ұрықтану болмайды. Сол себепті барлық кінәні өзіңізге ала бермей, міндетті түрде күйеуіңізді де тексеруден өткізіңіз, спермограммасын тапсыртыңыз. Егер қандай да бір ішімдік ішетін болса, темекі шегетін болса, қою тамақтарды көп пайдаланатын болса, соның нәтижесінде жүктілік болмай жатса, біріншіден сіздер өздеріңіздің образ жизни дейміз, өмір сүру стилін өзгерту керек. Үшінші жағдай, бізде екеуі кездесу үшін олар трубадағы жол дұрыс болу керек. Труба деген жатыр түтікшелерінің өткізгіштігі дұрыс болу керек. Міне оған не алып келуі мүмкін? Өткізгіштігінің бұзылуына қандай да бір инфекциялар, не болмаса вирустар, сонымен қатар қайта-қайта тағы да жасалатын манипуляциялар, аборт, выкидыш, замерші, внематочный, міне осылардың барлығы қабыну процесінің өршуіне, сонымен қатар жатыр түтікшелерінде спайканың пайда болуына алып келуі мүмкін. Міне осының нәтижесінде сізде жатырдың түтікшелерінің
міне осы үш факторды, үш себебін дұрыстап егерде сіз тексеруден өткізіп, гормондарға анализіңізді тапсырып, инфекция вирустарға анализ тапсырып, иммунитетіңізді реттеп, күйеуіңізді спермограммаға жіберіп, оның качествосын жақсартып, егерде осының барлығын дұрыс емдейтін болсаңыз, сізде жүктілік қалыптасуы мүмкін. Тағы бір айтып кететін жағдай, қыздар, сіздер өздеріңіз жүктілікке дайын болуларыңыз керек. Моральды, психологиялық, мына жақта қандай да бір блоктарыңыз болатын болса, біреуге өкпе реніш болатын болса, стресс көп болатын болса, ол кезде де сізде жүктілік болмауы мүмкін, немесе қандай да бір ішкі ағзаңызда гормоналды өзгеріске алып келуі мүмкін. Сол себепті дұрыс анықтау керек. Тағы бір айта кететін жағдай, жатыр түтікшелеріне қатысты, егерде ол жерде гидросальпинкс дейміз, сұйықтық ірің болатын болса, оны барынша спайкаға қарсы, инфекцияларға қарсы емнен кейін де сізде нәтижесіз жатыр түтікшелерінің өткізгіштігі болмаса, оны арнайы лапароскопиялық жолмен емдеп, ол жолды аштыруға болады. Бірақ аштырған күнде де сізге 100% гарантия жоқ. Ол аштыртатыннан бұрын сіз күйеуіңіздің спермасының качествосын, активностін, белсенділігін жақсартып алуыңыз керек. Міне осы жолдарды егерде сіз дұрыс емдейтін болсаңыз, сізде жүктілік болуы мүмкін. Менің берген егерде ақпараттарым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басыңыздар, маған тіркеліп қойыңыздар, напоминанияны басып қойыңыздар, өйткені менің сіздерге беретін ақпараттарым өте көп. Сонымен қатар менің Instagram желісіме, TikTok, Telegram желістеріме жазылып, менің беретін ақпараттарымнан бос қалып кетпеңіздер. Дендеріңіз сау болсын.